Ауылдастар, бүгін бізге ауылымыздан жұмыс жасаймыз деп кісілер келіп отыр екен. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар және жергілікті тұрғындар, әріптестер, қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Менің есімім Аманжолов Тілеш Есімұлы болады. Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал ауылдық округінің әкімдігінің әкімі болып табыламын. Интерферум жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жамбыл облысында пайдалы қаржылар зерттеу жобасына әзірленген әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар пакеті. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі, рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, қалдықтарды басқару бағдарламасы жобасы, экологиялық бақылау бағдарламасы жобасы, табиғат қорғау іс-шаралар жоспары жобаларын талқылануға шақырылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 73-ші бабына және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамызындағы номер 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тапсырыс беруші Интерферум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Жиналысты бастамас бұрын қоғамдық тыңдаудың хатшысын сайлап және регламентті бекітіп өтсек. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде жоғарыда айтылған қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес жергілікті атқарушы орган өкілі ретінде өзім төрағалық ететін боламын. Мені танысыздар, мен осы ауылдың әкімі боламын, білесіздер. Хатшы ретінде Мұсаев Ділмұхамед Наурызбекұлы кандидатурасы ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ бар. Бәрі зар. Олай болса регламентті бекіту. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу 5-10 минут. Келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылу 5 минут. Баяндамашы сөз сөйлеуі 10-15 минут. Баяндамаларды талқылау 15-20 минут. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалынады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау ұзақтығы әрбір нақты жағдайда белгіленеді. Осы регламентпен келісесіздер ме? Келісеміз. Қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламентті бұзбау бір ауыздан бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндамашыны тыңдап, болғаннан кейін талқылауға көшеміз. Баяндамашы сөз кезегі сізде. Саламатсыздар ма, қоғамдық тыңдауға қатысушы қанымдармен мырзалар. Бүгінгі күнде бізде Интерферум жауапкершілігі шектеулі серіктестік Жамбыл облысы аумағында пайдалы қазбаларды барлау жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізгелі отырмыз. Қысқаша айта кететін болсақ, осы Жамбыл облысы аумағында қатты пайдалы қазбаларды барлау жобасына экологиялық жобаларды талқылау үшін қоғамдық тыңдау өткізіп отырмыз. Ол жобалардың қатарына қоршаған ортаны қорғау бөлімі, рұқсат етілген шығарындылардың нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және табиғатты қорғау іс-шаралар жоспары болып табылады. Объектінің орналасқан жері болып Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының аумағында орналасып отыр. Ең жақын елді мекен болып Мыңарал ауылы 30 км қашықтықта орналасып отыр. Жұмыс мерзімі 2026 жылдан 2029 жылға болжанып отыр. Учаскенің ауданы 210 гектар құрайды. Міне қарап отырсаңыздар, картадан учаскемізде
ауылынан 30 километр қашықтықта орналасқан барлау учаскесі. Бұл картаға әлі қайтып келетін боламыз сұрау жауап этабында. Негізгі жобалық шешімдерге қайтып келетін болсақ, жер үсті тау-кен жұмыстарын кен аймақтарды созу, ашу, зерттеу және сынау бойынша қадағалау мақсатында арықтарды үлгілеу, іздеу желісінің қалындату үшін көзделеді. Сондай-ақ алынған геохимиялық және маршруттық жұмыстардың нәтижелері бойынша жобалық арықтарды салу орындары айқындалатын болады. Арықтар алдын ала қопсыз бір гидравликалық экскаватор мен механикалық түрде өтеді. Арықтардың қалыпты қимасы қарастырылған ені 1 метр, арықтардың жобалық орташа тереңдігі 2 метр құрайды. Арықтың орташа көлемі оның ұзындығының 1 сызықтық метріне 2 текше метр құрайды деп болжанып отыр. Арықтардың үңгілеудің жалпы көлемі 3000 текше метр болып табылады. Жұмыс тәжірибесінің бір арықтың орташа көлемі 30 текше метр құрайды. Қазбалардың геологиялық құжаттамасы мынандай ретпен жүргізілетін болады. Бірінші этапта жерді қазу жұмысына дайындау, оны тексеру, байлау, бақылау, нүктелерін белгілеу, баразовой сынау интервалдарын бөлу, өндірістік суретке түсіру, эски және өлшеу сипаттамаларды алу, сынамаларды алып, олардың таңбалау және орау болып табылады. Келесі этапта бізде бұрғылау жұмыстары болады. Бұрғылау жұмыстарында іздеу мәселелерін тиімді шешуде ұңғымалардың бұрғылаусыз қамтамасыз ету мүмкін емес. Жобада профильдер арасындағы қашықтық 200-400 метр болатын іздеу ұңғымаларының профилі қарастырылған. Профиль жерлерін таңдау учаскесінің орталық бөлігінде орналасқан егжей-тегжейлі іздеу жұмыстарының контурының қиылысы есебінен жүзеге асырылады. Іргелес учаскелердің іздеу жұмыстарының тәжірибесіне сүйене отырып және минералдануы бар аймақтарды ашудың орташа тереңдігін ескере отырып, жұмыс бірінші кезеңде іздеу ұңғымаларының тереңдігі іздеу мәселелерін шешу үшін неғұрлым ұтымды және қолайлы болып 120 метр қалыңданып отырыпты. Жұмыстың екінші кезеңіне келетін болсақ, тереңдігі 200 метр шамамен деп болжап отырмыз. Осы жұмыстарды істеген кезде қоршаған ортаны қорғау бөліміне келетін болсақ, қарастырылып отырған экологиялық жобалардың негізгі мақсаты қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне ықтимал әсер етудің барлық факторларын бағалау, оның бастапқы күйін ескере отырып, жобаны іске асыру кезінде қоршаған ортаға сапасының өзгеруін болжау, әртүрлі зиянды әсерлерді азайту немесе жою бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Кен учаскені барлау жұмыстары кезінде ауаға ластауыш көздері болып, жердің құнарлы қабатын аршу кезіндегі жұмыстар, жерден пайдалы қазбалар сынама ретінде алу жұмыстары, пайдалы қазбалар сынамаларын қайтадан жерге қайтару, жердің құнарлы қабатын жерге қайтару және бұрғылау жұмыстары болып табылады. Осы жұмыстар жасалған кезде атмосфера ауаға 8,179 тонна жыл ластауыш заттар шығарылады деп болжанып отыр, максималды түрде. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде топырақ жамылғысының күйінде келесі факторлар әсер етеді. Алаңдарды қазу, жоспарлау процесіне механикалық әсер ету, автомобиль көлігі мен арнайы техникалық жұмысына байланысты химиялық әсер ету, Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 338-ші бабына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде, сондай-ақ жердің бұзылуына байланысты құрылыс және өзге де жұмыстарды жүргізген кезде бүлінген жерлерді қалпына келтіруге жүзеге асыруға міндетті болып табылады. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына тигізетін әсеріне келетін болсақ, әрбір қызметтің нәтижесінде өндіріс және тұтыну қалдықтары түзілетін жеке және заңды тұлғалар олардың меншік иелері болып табылады және олар пайда болған кезден бастап қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуге жауапты болады. Қалдықтардың түрлері қалдықтарды жіктеу үшін негізін айқындалады. Өндіріс және тұтыну қалдықтары бұл өндіріс және басқа қызмет барысында немесе аяқталғаннан кейін оның ішінде өнімді тұтыну кезінде пайда болатын өнімдердің қалдықтары болып табылады. Және осы Жамбыл облысында қатты пайдалы қазбаларды барлау жобасында пайда болатын қалдықтар болып, тұрмыстық қатты қалдықтар 1,2 тонна жыл пайда болады деп болжап отырмыз. Және одан бөлек бұрғылау
жылына жыл түзіледі деп болжап отырмыз. Өндірістік экологиялық мониторингке келетін болсақ, бірінші және екінші санаттағы объектілердің операторлары Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 182 бабының талаптарына сәйкес өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Аталмыш кен орнының ауаны ластауыш көздері бойынша өндірістік мониторинг, операциялық мониторинг, қоршаған ортаға эмиссиялар мониторинг, радиациялық және әсер ету мониторингін жүргізуді қамтиды. Табиғат қорғау іс-шараларына келетін болсақ, нысанның жұмыс процесінде туындауының қоршаған ортаға ықтимал әсерін ескере отырып, жобаланатын жұмыстардың қоршаған ортаның құрамдас бөліктерінің теріс әсерін болдырмау бойынша бірқатар шаралар қарастырылып отыр. Ол шаралардың қатарына келетін болсақ, құрылғылар мен жабдықтардың техникалық жай-күйін бақылау бойынша өндірістік профилактикалық жұмыстар жүргізілетін жұмыстардың қоршаған ортаға теріс әсерін қадағалау бойынша арнайы аккредиттелген лабораторияға өндірістік экологиялық мониторинг жүргізіп, тұрмыстық қатты қалдықтарды және өндірістік қалдықтарды уақытында арнайы мамандандырылған полигондарға тасымалдау, жылдың көктем күзгі мезгілдерінде санитарлық қорғау шекарасының негізінде көгалдандыру жұмыстарын жүргізеді. Осылайша техникалық және экологиялық қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып, баяндалған жобалық шешімдерді жүргізу қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне елеулі өзгеріс әкеліп соқпайды деп болжап отырмыз. Қысқаша айтып кетсек, бүгінгі күні біз осы Мойынқұм ауданында, осы Мұнарал ауылынан 30 км қашықтықта көріп отырсаңыздар, пайдалы қатты қазбаларды барлау жұмысы, бұл тек зерттеу жұмысы болып келеді. Бұл жерде пока ештеңе өндірмейді, бастамашы мекеме ештеңе пайда көрмейді, алмайды, тек зерттеп кетеді. Жердің астында қанша метрге дейін тереңдікте орналасқан, көлемі қанша, соның бәрін жинап, болжап отырғанымыз 5 жыл болжап отыр, 5-6 жылдың ішінде сол барлық жұмыстар жүргізіп, документ жинайды. Бұл жерде қанша сапасы қанша, көлемі қанша, тереңдігі қанша, соның барлау жұмыстары болып отыр. Сіздердің алдыларыңызда осы бойынша экологиялық жобаларды таныстырып отырмыз. Егер сұрақтарыңыз болса, бастамашы мекеменің өкілінен сұрақтарыңызға жауап береміз деген үміттеміз. 30 шақырым қажет пе? 30 шақырым мына неге кететін жолда. Астананың жолы, Астанаға кететін жол жақта. Бізде Мұнарал деген мына жақта тұр, оң жағасында көк түсті көрінген участок 30 км. Сұрақ қойғанда тұрып, өздеріңізді таныстырып, сөйтіп айтсаңыздар. Жұмашынбай. Баяндамашыға ұсыныс, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз бар ма? Қоя беріңіздер, жауап береміз. Сұрақ қойыңыздар, сұрақтарыңыз болса. Сөйлеймін деушілер бар ма? Бар ма сұрақ қоятынсыздар? Түсінген жоқса қайтадан айтайын. Бұл жерде Маргенсенді руданы зерттеу просто, барлау. Жерде бар ма, жоқ па, разведка. Бар болса, қайтадан келесі этаппен қайтып келеді. Геолог разведка. Қоғат салма деді, қоғат салма. Енді ол заңсыз болып тұр ғой, бізде заң ретінде акиматпен келісіліп осылай барлау жұмыстарының заңмен келіп отырмыз. Енді бізде барынша жұмыс істейміз осы, не болса да. Заң аясында барлау жұмыстарымыз. Енді түсініп қой айтқанын. Бұл кісілер енді қазіргі 5 жыл шамасында бұл кісілер геолог разведка жасаймыз деп отыр. Мен түсінгенім солай ма? 5 жылдың шамасында. Одан кейін жаңағы көлемінде жақсы, рудалары көлемі жақсы болса, сапасы жақсы болса, бұл кісілер уже қайтадан келіп, уже мүмкін ауылымыздан жұмыскерлер алатын шығарсыздар. Бізде ауылда біраз жастарымыз бар. Дегендей жұмыс керек жасса, жақсы зарплатамен, айлықпен мысалы. Мен өзім сұрағымды қоя берсем болады ма? Мына кісілер сұрақ қоймай отыр, түсінбей отыр ма? Мен жаңа түсіндіріп өттім ғой, осы 5 жылдың көлемінде бұл кісілер разведка жасайды. Разведка деген жаңағы тексеру, құнарын тексереді, қанша не бар ол жерде, қанша жылға, 30 жылға ма, 50 жылға ма деген сияқты сапасын қарайды. Мен түсінгенім солай. Ал енді бізде сіздер келіп отырсыздар, мен өзім еңбектеген адамдарды өзім жақсы көз қарасын жақсы, сіздерге еңбектеріңізге сәттілік тілеймін.
енді мына жерде мен өзім айтатыным бар, мына жерде Гуля деген әпкеміз бар. Ол кісінің айтқан әдемі сөзі бар. Орысша айтады, ол кісі надо дружить с соседями. Мысалы, біздерге көрші болып келгелі отырсыздар. Геолог разведка болсын, ол кішкене шаңдақты жұмыстары бар, мысалы. Экологиямызды кішкене дұрыстап қарайды деген үміттемін. Бізге мынау сіздердің алдарыңызда мына жерде кішкене қазып кеткен мына кісілер біледі. Мектептің жанынан қазған, ар жақтан қазған, анау жігіт Молдас деген жігіт айтылғаны дұрыс, жан-жақты қопарып кеткен болған. Енді қазір сіздер заңды түрде келіп, тіркеліп жатсыздар. Ол негізінде жақсы нәрсе. Заңды, олар уже сіздер контрольға экологияны аласыздар. Осы мәселе, осы жиналыс, сол себептен өтіп жатыр, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Экология, мысалы бұл кісілер кәдімгі тәртіппен экологиясын қарайды. Жаңағы аспанға біраз жаңағы қалдық дейді, шарт деп отыр ғой. Оның бәрін басу жұмыстарын жасаймыз деп отыр. Мен түсінгенім солай. Енді біздің ауылда бізге не керек мынауға? Бізге сіздердің тараптарыңыздан көмек керек. Мысалы, балабақша дейді, балалар ойын алаңы дейді, бір нәрсе дейді. Келешекте жұмыс басталған кезде ауызбіршілікте болып жұмыс жасаймыз деген ойдамын. Біздің мұнарауға жақсылап қызмет жасасаңыздар, біз сіздермен өте дружный боламыз. Сол айтайын дегенім, жұмысқа барам деген жігіттер болса, қыздар болса, мысалы, повар дейді, техперсонал дейді, басқа да охрана дейді, мысалы, тағы да оқып келген бізде де Қарағандыда біздің балаларымыз көп оқып жатыр, политехникалық университетінде. Осы Мыңаралдан шыққан керемет азаматтарымыз бар, мысалы, ешкімнен кем емеспіз бізде. Біздің ауылдың балалары, азаматтары өте инабатты, тәртіпті азаматтар деп айта аламын, 100%. Сол себептен жаңағы Гуля әпкеміз айтпақшы, надо дружить с соседями. Көршіңмен, мысалы айтады ғой, ұялма, көрші ал дейді ғой. Қазақтың сөзі бар, жақсы. Сіздер бізбен көрші болуға тұрсыздар, еңбектеріңізді сәттілік табады. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сол мен айтайын дегенім, ауылға кішкене көмектеріңізді беріп, біз сұраған бір мысалы айтайын, біз осы уақытқа дейін мен Бердібек Сапарбаев Мәшбекұлына барып, приемына барып, осы мәдениет үйіміз 30 жылдан бері қаңырап тұрған, дәретхана болып тұрған, шын айтқанда. Терезелерінде ағаш қағылып, сондай ішінің бәрі жаман болып тұрған. Бірақ сүйегі асыл. Мен Бердібек Сапарбаев Мәшбекұлына бардым, мақұл болып кетті ол кісі қазір. Барып, біз мәдениетсіз болып бара жатырмыз деп айтам, ол не деген сөз? Мен айтам, біздің әдемі мәдениет үйіміз бар, бірақ қаражат бөлінбей, қазір 30 жылдан бері сүйегі асыл, мынау мәдениет қазір отырмыз ғой міне. Бұл қараңғы жаман болады. Жаман здание болып кеткен сүйегі асыл. Соны айтып едім, 5 айдың ішінде бізге мәдениет үйімізді осындай қылып берді, біздің дәрежеге келтіріп берді осы. Қандай үлкен көмегі тигізді Мәшбекұлы. Рахметімізді әлі келе жатырмын. Ол кісі мағлұм болып кетсе де, рахметіміз артынан барып айтқан шығар. Сондай мәселелер, мысалы мынау мәдениет үйіміз енді салды кетті. Мынау мәдениет үйімізге мысалы мындай тұратын кондиционер сияқты, мысалы келешекте мен қазір деп жатқан жоқпын ештеңе. Прямо қазір деп айтып жатқан жоқпын, келешекте жұмыстарымыз алда бастырып, істеріңіз алда бассын деп отырмын. Ондай жақсы негізде жан-жағымызда компаниялар кейбір жұмыстар ашылып жатса, балаларымыздың, ауылымыздың еңсесі көтеріп қалады деген сенімдемін. Мысалы, пердесі 3 жылдың көлемінде болмас, мәдениет 4 жыл болды ма? 4 жылдай болды, мектеп оқыды 1 жыл, 4 жылдай болды, осы мәдениетіміз. Пердесін мысалы, әрі күшіміз келмей жатыр.
мәдениет тарапынан әлі перде мысалы андай бар ашылып жабылатын сондайға күшіміз жетпей жатыр мысалы. Одан кейін бізде енді келешекте байып жатсаңыздар, мықты компания, беделді компания болып жатсаңыздар, станция мұнаралымызда мысалы 76 жыл болды қазір балабақшамызға, Нұрай балабақшасы бар. Біздің негізінде қазақтар айтады ғой, балалар біздің болашағымыз, балалар біздің болашағымыз деп. Анау ғимаратта мен ағам жұмыс жасаған, 25 жылға ағам жұмыс жасаған, ол ғимарат 50 жыл салынған, 1920 жылы. Қазіргі таңда 76 жыл болып тұр. Мысалы, жүрегіміз кәдімгідей сыздап ауырады. Анандай ескі ғимаратты мына Оян Боранбай қызы сол меңгеруші сол Нұрай балабақшасында сол кісінің арқасында сырлап, краскелеп, штукатуркалап, жамап, сөйтіп айтып ұстап отыр әдемі. Бірақ уже былай тұрған здание. Мысалы, қазір мемлекет тарапынан балабақша салу деген ақша бөлінбейді екен. Осындай сіздер сияқты бизнесмен кісілер салып, мысалы, салады екен, содан кейін үкіметке біз осындай ақшаға салдық деп айтады екенсіздер, мысалы. Ол үкімет ақшаны береді. Сіздерге қандай ақшаға салдыңыз, сол ақшаны сіздер береді қайтарып. Сондай тәртіп бар екен. Соны есте сақтап жүрсеңіздер. Мынау, мысалы, басқа да компанияларға да айтамыз әлі, айтып та жатырмыз, көмектерін беріп жатыр. Мынау ауылда, ауылы бар, мынау ауыл, анау станция. Мен станцияда өзім тұрамын. Бұл ауылда, мысалы, 120 орындық мектеп салдық. Мен бар кезде салынды. Балабақшамыз жоқ. Мүлдем балабақшамыз жоқ болып тұр. Соның ішінде, мектептің ішіне бір жерге ығыстырып қойдық. Өзі 120 орындық мектеп, мысалы, бала саны 171 оқып жатқан бала. Мектеп 120 орындық. Және де балабақшаны апарып бір шетіне ығыстырып қойдық қазір. Бұл жерге де жаңа бір балабақша керек болады. Біз ана Мағжан Жұмабаев айтады ғой. Біз балаларға сенеміз, жастарға сенеміз. Жастарымызға сенім білдіріп, оларға қол ұшымызды берген жөн деп санаймын. Осы мәселелер бақа бізде бәрі жақсы, тіпті ел нарында қалпаған жоқпыз, но сіздердің арқаларыңызда біраз нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Айтатыныңыз бар ма? Иә. Ассалаумағалейкум. Мен үндемей отырғаныма қарап отырсыздар, мен Қытай емеспін, қазақпын. Осы Матай елінен туылмасымын, Балқаштың ар жағынан. Қазіргі сәтте осы үлкен металлургия саласында қызмет атқарып, бүгін жаңағы айтып өткен Интерферум компаниясының өкілімін. Сіздерге біріншіден рахмет айтқым келеді, осылай уақыт бөліп, дейін тыңдап, осылай отырғаныңыздар. Сізге көп рахмет, осылай керемет мәдениет сарайын бізге бөліп отырсыздар, осылай шара өткізу үшін. Жаңа біздің әріптесіміз айтып өтті, негізі біздің қазіргі сәтте мақсатымыз сол зерттеу. Сол зерттеуде біз ешқандай заңды бұзбай, негізі баптар тәртібі бойынша түгел ережелерді сақтап жұмысты өткізу. Ең алдымен осы жұмысты бастама біз сіздердің алдыңыздан өтіп, осылай рұқсат алып бастап өтейік дегенбіз. Сол үшін сіздерге біріншіден рахмет айтқым келіп тұр. Жаңа айтып өткендей көршілермен дос болу керек, ол біріншіден дұрыс айтылған нәрсе. Біз оны қолдаймыз. Тағы айтатын, біз жеке компания болғанымен бізде сыртқы және мемлекет жағынан қолдау көріп отырған жоқпыз. Шыны керек, өз қолымызбен қызмет атқарып жатырмыз. Сол ақырындап өсетін болсақ, міндетті түрде алға көмек жасаймыз.
осылай сіздердің арқаларыңызда, сіздердің көмектеріңізбен біз енді бастап жатырмыз. Жақсы, сәттілік тілейміз сіздерге. Рахмет. Жұмыстарыңызға береке берсін Алла. Ал енді айтатын, сөйлейтін кісілер жоқ па арамызда? Әңгімелеріңіз. Так, енді пікірлеріңіз жоқ, басқа сұрақтар жоқ болса, қоғамдық тыңдауды өтті деп есептеп санаймыз. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Рахмет сіздерге. Бірақ сіздер кетіп қалмаңыздар, қазір бір